Алдаркөсе мен Алаша хан. Ерте заманда Алаша деген хан болыпты. Bir күні Алдаркөсе Алаша ханға келіп, "Тақсыр, бір өнерім бар, сізге айтайын деп едім" дейді. Хан, "Қандай өнерің бар?" деп сұрайды. Көсе, "Тақсыр, алтынды егіп шығарамын. Bir батпан алтын берсеңіз, мен ексем, сөйтіп сізге қызметімді көрсетсем деймін" дейді. Сонда хан, "Егерде алтынды егіп шығара алмасаң, не қылайын" дейді. Алдаркөсе, "Өлтіріңіз" дейді. Мақұл деп, 1000 ділдәлік алтын береді. Алдаркөсе алтынды алып үйіне келеді. Хан күнде Алдаркөсеге бір жасауыл жіберіп тұрады. "Біліп кел, не қылып жатыр екен" дейді. Алдаркөсе өгіз алып, бір таудың бөктеріне барады да, ханның жасауылдары келгенде егіп жатқан кісі болып, жерді айдай береді екен. Егерде жасауылдар қанша шығады десе, 1 миллион батпан шығады дейді екен. Сөйтіп, жалған алтынды көсе егіп болады. Жұрт күзгі егінін орып болған соң, хан көсеге жасауыл жіберіп, алтынды алып келсін деп әмір етеді. Ханның жасауылы көсенің аулына келсе, үйдің ішінен бір әйел дауыстап, "Көсе үйде жоқ" депті. Жасауыл аттан түсіп қараса, көсенің үйінде бір сұлу қыз отыр. Жасауыл, "Көсе қайда кетіп еді" дейді. "Биыл жауын жоқ болған себепті, ағамның еккен егінінің мәнісі болмай, ханнан қорыққаннан алтын іздеп кетті. Тапсам келемін, таппасам келмеймін" деген дейді. Жасауыл, "Сіз кім боласыз" деп сұрайды. Қыз, "Мен көсенің қарындасы боламын" дейді. Қыз болып отырған көсенің өзі еді. Сонда жасауыл көрген, білген, естігенін ханға келіп айтады. Хан жасауылын ашуланып, "Дереу барып көсенің қарындасын алып кел" деп бұйырады. Жасауылдар ханның жарлығын екі қылмай барып, көсенің қарындасын алып келеді. Хан оны қыздарының ішіне қосып қояды. Ханның 2 қызы бар еді. Көсенің қарындасы менен 3 болады. 3 тату болып, ойнап, күліп, бір табақтан ас ішіп, бір төсекте жатып, сырласатын болады. Bir күні түнде жатқанда, хан қызының біреуі тұрып, "Құдайдың құдіреті-ай, мына үшеуміздің біреуімізді еркек қылса қандай жақсы болар еді" дейді. Сонда көсенің қарындасы тұрып, "Мен бір дуа білем, соны істесек қалай болар екен" дейді. Хан қыздары, "Дуа қыла көріңіз" деп жалынады. Сонда көсенің қарындасы тұрып, ханның қыздарына, "3 аяқ су алып келіңдер" дейді. Ханның бір қызы 3 аяқ су алып келеді. 3 аяқ суды қатар қойып, бастарына орамал жауып отырады. Көсенің қарындасы дуа оқып отырған сияқты болып күбірлеп, 3 аяқты суға дем сала береді. Ханның 2 қызына, "Сендер Құдай бере көр, Құдай бере көр" деп тілей беріңдер дейді. Ханның қыздары, "Құдай бере көр, Құдай бере көр" деп тілеп отырады. Онан соң әлгі суды 3-еуі ішеді. Енді жатып ұйықталық деп 3-еуі жатып қалады. Bir азырақ уақыттан соң көсенің қарындасы шіреніп оянған болады да, "Айналайын, Құдай маған берді" деп шешініп хан қыздарына көрінеді. Сөйтіп көсе ханның 2 қызымен еркін ойнап күліп жүре береді. Bir күні 2 қыздың біреуін ханның жақсы көретін уәзір сұратып, ханға сөз салушы жіберіп, 2 қызының бірін маған берсін дейді. Олар ханға келіп, уәзірінің сөзін айтады. Хан ойланып, өз қыздарын қойып, көсенің қарындасын бермек болып, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жорға бие сойдырып, жоғарғы елді тойдырады, ту биені сойдырып, төмен елді тойдырады. Үлкен мереке тоймен көсенің қарындасын уәзірге ұзатып беретін болады. Сол мезгілде көсенің қарындасы ханға айтады, "Тақсыр, менің жаныма 2 қызметші қыз қосып беріңіз. Бірінің құлағы сөз естімейтін керең болсын, бірінің тілі жоқ мылқау болсын" дейді. Хан, "Құп болады" деп, халқынан сұрап әлгі айтқандай 2 қызды тауып беріп, көсенің қарындасын ұзатып жөнелді. Уәзірдің жұрты 7 күндік жер екен,
жолда келе жатып, қонған жеріне жолдастары ұйықтаған мезгілде көсенің қарындасы баяғы ханның қыздарына қылатын өнерін тілі жоқ күнге де қылады, тыныштық бермейді. Күн сорлы керенге алдар көсенің қарындасының істеген бұзықтықтарын ымдап айтайын десе қорқады. Bir жеті жүріп, тұрған жұртына келеді. Уәзір келіншегін үйіне кіргізіп, ойын ойнамаққа ойланады. Сонда көсенің қарындасы уәзірге: неше күннен бері жол жүріп, шаң топырақ боп, үсті басым кір болды. Bir жетіге мәулет берсеңіз, кір қомымды жуып, тазалансам, және екі атты жақсылап жабдықтап қойсаңыз, мініп далаға серуенге шығып, көңіл көтеріп келсек жақсы болар еді. Сонан соң мейліңіз дейді. Уәзір келіншегінің тілегін қабыл алып, екі атты жабдықтатып қояды. Көсенің қарындасы уәзірге: арақ шарап келтірсеңіз, ішіп көңілімізді хош алғызып отырсақ дейді. Уәзір адамына бұйырып арақ шарап алдыртады. Екеуі ішіп болып, уәзірді араққа әбден мас қылып тастап, қыз уәзірдің үйіндегі қазыналарын алып, екі атқа артып жөнек кетеді. Уәзір мастығы тарқап қараса, әйелі екі аты қазыналар жоқ. Бұлардың бәрін қылған өз дұшпандарым деп, халқына қатты қысымшылық көрсетіп іздеу салады. Бірақ ешбірін таба алмай отырып қалады. Көсенің қарындасы манағы екі атқа артқан алтындарды алып, бұрынғы қыз болған айласын тастап, көсенің өзі болып, ханға келіп, екі аттағы артқандарын көрсетіп: тақсыр, берген алтындарыңызды ектім. Биыл жауын болмай қалған соң, сізден қорқып алтын іздеп тауып келсем деп жүргенімде, жалғыз қарындасымды алып келіп, уәзірге беріпсіз. Бұл қандай зорлық, бұл қандай қорлық деп, ханның ордасын жаңғырықтырып, ханның есін кетіреді. Хан тұрып: қарындасың болса, жерін тауып бердім, айып емес, мойныңдағы борышты кештім, алып келген алтыныңды өзің алып өмір сүр дейді. Бұл арада уәзірден кісі келіп қалған. Көсенің қарындасы мен қазынам жабдықтаулы екі жақсы атым жоғалды. Қайдағы қуға мені кез қылды, соны айт деп жіберді дейді. Мұны көсе естіп, бұрынғыдан бетер бажылдай бастайды. Қарындасымды ұрып өлтіріп, бұл жауапты сізге естіртіп отыр дейді. Көп сандырақтамай, бір қызымды ал, өзің маған уәзір бол дейді. Көсе құлдық деп ханның бір қызын алып уәзір болыпты. Екінші қызын хан әйелі қашқан уәзірге беріпті. Сөйтіп алдар көсе де, оның арқасында уәзір де ханға күйеу болып